пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керемет хадис айтқан. Кімде-кім кептердің ұясындай мешіт салатын болса дейді, Алла оған жәннаттан үй салады дейді. Ғалымдар айтады, кептердің ұясындай деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Кептердің ұясына адам сыймайды ғой. Неге өйтіп айтады? Ғалымдар айтады, пайғамбардың айтқысы келген нәрсе, кімде-кім кептердің ұясындай мешітте бір жер ашып берсе, мынандай мұсылмандар оқиды ау деп, бір пайдасы тисін деп, сондай жерге көмегі тисе, Алла оған жәннаттан үй салады дейді. Бір шәші, кішкентай бір көмегі тисе. Солай. Дамаскта Мимар Синан деген атақты мешіт бар. Мимар Синан деген мешіт Дамаскта. Бұл Мимар Синан, ана Түркияға барсаңыз, Стамбулдағы үлкен мешіттердің бәрінің архитекторы сол. Ана тұрған үлкен мешіттің, 4-5 мешіттің. Жасы өте ұзақ болған. Халифаларға не салған? Мешіттер салған. Сулеймания тұрған мешіт сол кісінің несі салғаны. Сол Мимар Синан өзінің ақшасына не салмақшы болған? Қаражатына мешіт. Сол бір жақсы бір оңғайлы жер тауып, мешітті көтеріп жатқан. Мешітті көтеріп жатқан кезде мешіттің бригадирін айтқан, салып жатқан бригадир. Ешкімнен ешнәрсе алма. Бұл таза менің Алла разылығы үшін салып жатқан нәрсе. Қаражат жетеді, ешкімнен ешнәрсе сұрама. Бригадир салып жатқан, соң бір кемпір пайда болған, кемпір. Не деген бір кірпіш бар еді, соны қалап жеріндеші деген. Бригадир айтқан, сен білмейсің ба, бұл Мимар Синандікі бұл. Керек емес ешнәрсе. Қаражат түгел толықталып өтеліп қойған. Ана әйел қоймайды. Бір бұрышына қоя салыңдаршы сол кірпішті. Иә, сауап болсын. Соң бригадир әкешті көңілін қоймайды, қалап жүреді. Ертесіне Мимар Синан келеді, бригадир шақырылады бері келді. Кеше бір әйелге осындай келіп кірпіш қалатты ма дейді. Бригадирдің жаны шығады. Я келді, қоймаған соң қалап жердік. Сол әйелді маған табасын дейді. Ана бригадир есі шығып іздеп жүріп, ақыры әйелді табады. Мимар Синанға алып келеді. Мимар Синан айтады, мен түс көрдім. Түсімде маған аян берілді. Салған мешіттің үшін саған бір сарай деп айтылды. Және де кеше бір мешітіңе қалап кеткен, бір кірпіш қалап кеткен бір әйел бар, соғанда бір сарай деп. Сол көргім келеді деген, сол кім екен, сен екенсің ғой, көргім келген еді деген. Бұл нені білдіреді? Тағы да қайталап айтам. Ақылды адам, саналы мұсылман өзінің ақыретін өзі дайындайды. Өзінің ақыретін қамын өзі жейді. Өзінің ісін өзі істейді, біреуге не қылмайды? Жүктемейді.